Достар, біз деген той-тойлатып, мүлдем инстаграмға кірмей, жаңалықтардан құр қалып кеткенбіз ғой. 3-4 күннің ішінде бір күйеуі, оказывается, барный шоколад үшін әйелін ұрып, әйелі өзі суицидқа дейін жеткізген екен әйелін. Не сұмдық деймін да. Қазір бізде не дейміз? Әке-шешемізге айтсақ ұят, ойбай айтпа, күйеуіңмен ұрсып атсаң да айтпа дейді. Бақытты боламын емес, бақытты қылам деп бар. Вот, пожалуйста, ата-аналар, ондай нәрсені қойайықшы. Қыздарыңыз бақытты болмаса, ол әулет никогда бақытты бола алмайды. Бақытсыз адам біреуді бақытты қыла алмайды. Одан кейін қыздар ұят дегенді қойыңыздар. Ойбай, мен ажырасып кетсем, ел не дейді, жұрт не дейді, ел оттай береді. Өмір сіздердікі. Ажырасасыздар ма, тұрасыздар ма, ол сіздердің шешімдеріңіз. Егер сіздерді бағаламай жатса, бақытты болмай жатсаңыздар, өздеріңіз әке-шешелеріңізге сіздер тірі керексіздер. Сондықтан қыздар біреудің сөзіне мән беріп, ойбай, ел не дейді, жұрт не дейді, мен қазір үйге қайтып келсем былай дейді ғой, күйеуім ұрып атса да шыдай берейін деп. Ондай заман емес, қыздар, шыдайтын заман емес. Мен де ажырастым, маған да айтты, и что, кто, где сейчас. Маған мысалға кезінде өлім тілеп отқан адамдар мен екінші тұрмысқа шыққанда маған бақыт тілеп отырды. Сондықтан елдің жұртына сөзіне қарамаңдар, өздерің бақытты болыңдар, тірі болыңдар, главное. Менің, кстати, көзімді көбі сұрап жатыр. Почему-то тойдан кейін менің көзім өз-өзімен жазылып кетті. Енді менің ойымша бұл стресстен, или там ұйқысыздықтан ба деп ойлаймын. Бірақ мен нормально ұйықтап жүрдім. Вообще никогда ондай болмаған ғой көзімде. Или көз тиіп кетті ма деп па. Міне, көзім уже нормально. Өзім түсінген жоқпын. Әйтеуір аллергияз болмап, сондай капут етіп жүрдім. Бірақ таңертең тұрсам, уже көзім кетіп баратыр, жаймен деп, сөйтіп бір күннің ішінде көзім кетіп қалды. Мына заказымызды алып келдік. Бізден ганимед алды. Ганимед феромонымен пакетикті аламыз. Осылай саламыз и апарып береміз. Қазір садикқа келдік. Айтты охранаға алдырып кете салдық. Садикті білесіздер ма? Осы жерде охранаға алдырып кетеміз қазір деген. Садиктің ішіне кіріп адасып кеткесін ол бар ғой, охранаға алдырып кетті. Охрана сол будкасында жоқ. Онда адам жоқ вообще. Қорқасың ба деп кіруге деген. Естиміз, айтыңдаршы. Все, охранаға қалдырып кеттік. Алматы қаласымен доставка жасап жүрміз. Тез жазыңыздар, Алматыда болсаңыздар, сразу апарып береміз.